Сәлем, достар. Бүгінгі видеоның тақырыбы қазіргі уақытта танымал болып жатқан лабубу ойыншығы. Бұл ойыншықтың баланың психикасына ықпалы қандай? Оның зияны немесе пайдасы бар ма? Толық ақпарат алу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. 1. Лабубу ойыншығының сипаттамасы. Лабубу ерекше дизайндағы ойыншық, ол түрлі мультфильм кейіпкерлеріне ұқсайды. Бұл ойыншықтың сыртқы келбеті балалардың назарын аударып, оларға қызықты әсер қалдырады. 2. Ойыншықтың балаларға ықпалы туралы пікірлер. Сарапшылар мен ата-аналардың пікірлері екіге бөлінеді. Кейбіреулер лабубу баланың шығармашылығын дамытып, эмоциялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі дейді. Басқалары оның агрессивті немесе дұрыс емес мінез-құлықты қалыптастыруға себеп болуы мүмкін екенін айтады. 3. Қауіптер мен миға әсері туралы зерттеулер. Кейбір зерттеулерге сәйкес, лабубу секілді ойыншықтардың балаларға әсері олардың жас ерекшелігіне байланысты. Егер ойыншықтың дизайны қорқынышты немесе тым эмоционалды болса, бұл баланың ұйқысына және психикасына теріс әсер етуі мүмкін. Бірақ қазіргі уақытта нақты ғылыми дәлелдер жоқ, тек болжамдар жасалып жатыр. 4. Ата-аналарға кеңестер. Егер сіз балаңызға лабубу ойыншығын алуды жоспарласаңыз, мынаны есте сақтаңыз. Ойыншықтың сапасы мен жасалу материалын тексеріңіз. Балаңыздың эмоциялық реакциясын қадағалаңыз. Егер ол ойыншықтан қорықса немесе мазасызданса, оны пайдалануды тоқтатыңыз. Балаңызбен бірге ойнап, оның қызығушылығын бақылаңыз. 5. Қорытынды. Лабубу ойыншығының пайдасы да, ықтимал зияны да бар. Бастысы, ата-аналар балаларына ерекше көңіл бөліп, олармен бірге ойын таңдау. Баланың денсаулығы мен психологиялық жағдайы әрдайым бірінші орында болуы тиіс. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.